Жас келін күйеуінің құпиясын білгенде. Кешкі ауыл іші тым-тырыс еді. Жаңбыр сіркіреп тұр. Терезе алдында отырған Айсұлу қолындағы ескі хатқа қайта-қайта қарап қояды. Күйеуі Ержанның қайтыс болғанына 3 ай ғана болған. Бүкіл ауыл Ержанды қарапайым жүргізуші деп білетін. Тыныш, көп сөйлемейтін жігіт еді. Бірақ Айсұлудың көңілін мазалаған бір құпия бар. Сол күні үйдің шатырын жинап жүріп, Айсұлу шаң басқан темір сандық тауып алды. Құлыптаулы екен. Ашуға батылы бармай жүрген. Бірақ ішінде бір маңызды нәрсе барын жүрегі сезді. Түнде әжесі келді. «Қызым, ана сандықты аштың ба?» деді бәсең дауыспен. «Жоқ апа, қорқамын». Әже ауыр күрсінді. Ержан саған бәрін айтып үлгермеді. Айсұлудың жүрегі зу ете қалды. Сандық ашылған сәтте ішінен қалың құжаттар, доллар салынған конверттер және бір фото шықты. Фотода Ержан қымбат көліктің жанында тұр. Қасында бейтаныс адамдар. «Бұл не?» деді Айсұлу көзіне жас алып. Құжаттардың арасында үлкен компанияның мөрі бар папка жатты. Онда акция иесі Ержан Қасымұлы деп жазылған. Айсұлу аң-таң болды. Ол бай болған ба? Сол сәтте әже үнсіз отырып қалды. «Иә, қызым. Ержан сен ойлаған адам емес еді». Бірнеше жыл бұрын Ержан қалада үлкен кәсіп ашқан екен. Бірақ серіктестері алдап, артынан қудалау басталыпты. Сол себепті ауылға келіп қарапайым өмір сүрген. Неге маған айтпады? Сені қорғады. Байлық адамды өзгертеді деп қорықты. Айсұлудың көзінен жас парлап кетті. Ол күйеуінің ескі күртесін құшақтап ұзақ жылады. Бірақ ең қорқыныштысы әлі алда еді. Сандықтың түбінен тағы бір хат шықты. «Егер бұл хатты оқып отырсаң, демек мен жоқпын. Саған сенетін бір ғана адам бар, Нұрбек». Айсұлу хатты оқып отырып дірілдеп кетті. Келесі күні ауылға қара джиптер келді. Ішінен қымбат киінген адамдар түсті. «Ержанның әйелі кім?» деді олардың бірі. Ауыл адамдары үрейленіп қалды. Айсұлу алға шықты. «Менмін». Әлгі адам папканы ұсынды. «Бұл компанияның барлық үлесі енді сізге тиесілі». Ауыл ішігу ете қалды. Кеше ғана қарапайым келін болған Айсұлу бір күнде миллиондардың иесіне айналды. Бірақ ақша оған қуаныш сыйламады. Өйткені ол Ержанның соңғы күндері не үшін қорыққанын енді түсінген еді. Түнде белгісіз нөмір хабарласты. «Сандықтағы құжаттарды бізге бер. Әйтпесе өкінесің». Айсұлу қорқып кетті. Бірақ Ержанның соңғы сөздері есіне түсті. «Ешкімге сенбе». Сол түні ол бүкіл шындықты білуге бел буды. Қалаға барып Нұрбекті іздеп тапты. Нұрбек бәрін айтып берді. Ержан адал адам еді. Бірақ үлкен ақшаның артында қауіпті адамдар тұрды. Ол сен үшін бәрінен бас тартты. Айсұлу үнсіз тыңдап отырды. «Ол сені қатты жақсы көрді», деді Нұрбек. Сол сәтте Айсұлудың көз жасы тоқтамады. Арада бірнеше ай өтті. Айсұлу компанияны сатып ауылға мектеп пен аурухана салдырды. Ержанның арманы да осы екен. Ауыл адамдары бұрынғыдай емес, оған үлкен құрметпен қарай бастады. Бір күні кешке Айсұлу Ержанның бейітіне келді. «Сенің құпияңды енді түсіндім», деді жай ғана. Жел баяу есіп тұрды. Айсұлу көкке қарап күлімсіреді. Өйткені ол байлықтың емес, шынайы махаббаттың қадірін енді білген еді.